Ассаламағалейкум ардақта ағайын, құрметті Қазспорт телеарнасының көрермендері. Эфирде Көкпар бағдарламасы. Нақтырақ айтатын болсақ, мемлекет және қоғам қайраткері Асанбай Асқаровты еске алуға арналған Көкпардан ересектер арасында халықаралық турнир. Бұл турнирді Шымкент қаласында өткен болатын. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға Оңтүстік Қазақстан облысының Майлыкент Көкпар командасы мен Қытай Халық Республикасының құрама командасының арасындағы ойын ұсынатын боламыз. Сонымен Қытай Халық Республикасының командасы мінекей сіздердің назарларыңызда. Нақтырақ таныстырып кетейік. Ермек Тоқтарбекұлы команда капитаны, сонымен қатар команданың мүшелері Нұртай Исламжанұлы, Тасқын Гымынбекұлы, Оралтай Оразұлы, Думан Жұмабайұлы, Жарқын Еренсізұлы, Нұрболат Тәліпбайұлы, Қайратжан Уәлбайұлы, Сәрсенбек Дүйсенбек, Ерлан Жаңалыұлы, Қуандық Асқарбекұлы және Бүрлен Төлеуұлы. Ал Майлыкент командасы мына тізімде өнер көрсетеді. Димаш Мыңбаев, Бақытшы Шықпаев, Құрал Қасабеков, Бағдаулет Сейдалиев, Ерлан Саев, Уалихан Салиев, Нұрсұлтан Тілебеков, Әділет Мамыт, Жарас Қоралас, Аблай Қархабат, Нұрсұлтан Молберген, Дәулет Жарасбек. Ортадағы төреші Жанбатыр Бекмұсаев, ұлттық дәрежедегі төреші. Ал қапталдағы төрешілер Бейбіт Салмаев, Сейдулла Жалелев және Темірхан Иманғалиев. Сонымен қазір командалар бір-бірмен бәсеке алдындағы сәлемдесу рәсімін өткізеді. Одан соң ойын басталатын болады. Ал біз оған дейін команда жетекшілерімен және команда жаттықтырушыларымен таныстыра кетейік. Майлыкент командасының команда жетекшісі Әбілхан Дауылбаев. Өздеріңізге бұл есім өте жақсы таныс. Көкпардан КСРО-ның 9 дүркін чемпионы. Ал Нұрмаханов мырза команданы жаттықтырады. Ал Қытай Халық Республикасының команда жетекшісі Айтжан Біляшұлы. Ал команданың жаттықтырушысы әрі капитаны әрі ойыншысы Ермек Тоқтарбекұлы. Мінекей бәсеке басталды. Қытай Халық Республикасының бұл Қазақстанға алғаш келген кезі болатын, яғни біздің жерімізде осындай халықаралық додаға алғаш рет қатысып отыр. Ал қазіргі таңда бізде бар ақпараттар бойынша, құрметті көрермен, Қытай Халық Республикасының 4 аймағының өзінде бүгінге дейін 118 көкпардың командасы жасақталып үлгерген екен. Ендігі елімізде өтетін жарыстарға Қытай Халық Республикасынан өте мықты команда келеді деген сенім мол. Өйткені биылдың өзінде ресми емес ақпараттарға сүйенетін болсақ, Қытай Халық Республикасында көкпардан 50 жарыс өткіземіз деп ниеттеніп отыр. Қазанат көкпар ұйымы мінекей осының нәтижесінде өте мықты команда жасақталуға тиісті. Біз ол команданы амандық болса алдағы тамыз айында осы жылы әлем чемпионатының аясында көретін боламыз. Мінекей Майлыкент көкпар командасының тамаша бір салымнан, керемет мүмкіндіктен айырылып қалған сәтін көріп отырсыздар. Бір-бірін жетектеп қазандықтың түбіне келген, алайда салым салуға мүмкіндіктері болмады. Дәл қазандықтың жиегіне жете берген кезде серкені астынан Қытай Халық Республикасының ойыншыларының тартқанын, таласын көрдіңіздер. Қазір әлі де болса қазандықтың түбіндегі айқас жалғасуда. Бұл әрине Қытай Халық Республикасы үшін өте қауіпті сәт. Қазір жалғыздан жалғыз қалған сәті. Мүмкіндік қой мынау, тамаша. Салым салуға ешқандай да қорғаушылар жоқ. Бірақ мінекей қазір топты жарып Қытай Халық Республикасының екінші нөмірдегі ойыншысы Нұртай Исламжанұлының додаға кіргенін көріп отырсыздар. Ал ардақта ағайын, Майлыкент көкпар командасы туралы айтатын болсақ, әрине Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданының жігіттерінен құралған команда. Бұл жерде
жігіттердің баршасы да ауыл аймақтағы жаппай көкпарларда шауып жүрген жігіттер. Мінекей тамаша салым салуға мүмкіндік және салым болды ардақты ағайын. Алғашқы шабуыл, ұзақ шабуылда да қазандықтың түбінде өте ұзақ тұрды. Нәтижесінде тамаша салымға қол жеткізді. Бұл салымның авторы бірінші нөмірде өнер көрсететін Димаш Мыңбаев ардақты ағайын. 1976 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпарын Қарагер деп атаған екен. Мінекей Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, Майлыкент көкпар командасының ойыншысы. Осылайша алғашқы есепті ашып отыр. Өте тамаша. Бұлайша айтқан кезде Шымкент қаласының орталық ипподромын әрине құлагердің алаң екеніне дау жоқ. Десек те Майлыкенттіктер үшін де бұл алаң бөтен емес, себебі өздерінің оқу жаттығу жиындарын дәл осы ипподромда, дәл осы алаңда өткізетінін біз жақсы білеміз. Сондықтан да өз алаңдарында өнер көрсетіп жатыр десек, артық айтқандығымыз емес шығар. Мінекей Майлыкент жігіттерінің тағы да бір шабуыл бастауға қазір мүмкіндіктері бар. Жирен қасқамен шабуыл жасауға 8-ші нөмірдегі Әділет Мамыт Майлыкент құрамасының, Майлыкент командасының ойыншысы, өте белсенді ойыншысы. Оны айта кетуіміз керек, себебі Әділет Мамыт ұлттық құраманың сапында өнер көрсетпесе де, Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасының сапында бар ойыншы. Жастар арасындағы Құлагер көкпар командасында өнер көрсетеді. Сондықтан бұл жігіттің тақымына серке тисе, онда бұл шабуыл салыммен аяқталуы әбден мүмкін. Мінекей қазір қазандықтың түбіне жақындап қалды. Әрине, Қытай жігіттері де тамаша қорғанып үлгереміз деген ойларының жүзеге аспай қалғанына енді ғана көздері жеткен сыңайлы. Әділет Мамыт ардақты ағайын, екінші салымның авторы. Мінекей 1997 жыл туған шабандоз сіздердің назарларыңызда. Жирен тұлпарымен үстіне қарай аттың есімінде солай берген екен. Ойынның алғашқы кезеңінде есепті 2-0-ге жеткізіп отыр. Өте тамаша. Жалғыз өзі, асықпай, аптықпай, қорғаныстың бәрін қысқа қайырғанда алдап өтіп, өз қоржындарына екінші салым салып отыр. Бұл Асанбай Асқаровты еске алуға арналған турнирде ардақты ағайын. Майлыкент командасы өте ерекше өнер көрсетіп жатыр деп атап айтуға болады. Сонымен қатар бұл турнирге шет мемлекеттерден, дәл осы назарларыңызда Қытай Халық Республикасы мен Өзбекстан мемлекетінің құрама командасы қатысып отырғанын айта кетейік. Майлыкенттіктердің тағы да бір салымға мүмкіндігі және салым ардақты ағайын. Салымдардың ізін суытпай кеп тастап кетіп жатыр. Мінекей Нұрсұлтан Молберген ардақты ағайын. 11-ші нөмірдегі Майлыкент командасының ойыншысы, Қасқа деп атаған тұлпармен, әрине әріптесінің көмегімен тағы да бір салымға қол жеткізіп отыр. Бұл жерде Нұрсұлтан Молбергенге Абылай Қарқабаттың да үлкен көмегі тигенін байқадық. Десек те салым Нұрсұлтанның еншісіне жазылды. Себебі серкені тақымға басып, қазандыққа дейін апарған дәл осы аталған ойыншының еңбегі екенін атап өткеніміз абзал. Тағы да Майлыкенттіктер шабуылға шыққанын байқап отырмыз. Жалпы бүгінгі ойында өте белсенді өнер көрсетіп жатқан осы Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданынан жасақталған команда екенін айта кетейік.
тағы бір салым салуға мүмкіндік бар ма? Әлі де болса қазандықтың түбіндегі тартыс жалғасып жатыр. Қытайдан келген қандастарымызда ол жақта да көкпардың өлмегенін, бұл бәсекенің бар екенін дәл осындай жарыстарға келіп, тамаша команда жасақтап, дәлелдеп жатқанына біз әрине бек қуаныштамыз. Алдағы уақытта бұл мемлекеттен өте мықты команда, тіпті біздің Қазақстанның құрамасына тегеурінді қарсылық көрсете алатындай команда жасақталып шығатынына біздің сеніміміз мол. Өйткені мен сөз басында өздеріңізге айтып кеткен болатынмын. Қазірдің өзінде бұл елде 118 команда тіркелген. Міне тамаша, тағы да мүмкіндік салым салуға. Бірақ қараңыздар, қандай қорғаныс. Дер кезінде Серкені ұстап қалды. Өз қазандықтарын осылай салымнан арашалап алған Қытай Халық Республикасының командасы болатын, және онымен қоймай тағы бір шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік алды қазір, бірақ жиегімен алаңның шауып бара жатқанын көріп отырмыз. Демек, ойын алаңның сыртына шығып кетуі де ықтимал, және айтқанымыз айдай келген сыңайлы. 7-ші нөмірдегі бұл Нұрболат Тәліпбайұлы болатын. Ардақты ағайын, шабуылды бастауға әрине ниет білдірген, бірақ нәтижесіз аяқталғанда көріп отырмыз. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Қазір Жанбатыр Бекмұсаевтың пәрменінен кейін ортаға қос ойыншы шықты. Ерлан Жаңалықұлы және Нұрсұлтан Тілебеков. Жекпе-жекте өнер көрсетуде. Ерлан Жаңалықұлы көтерген Серкеге майлы кенттіктердің де таласы бар екенін көрдік. Тағы да ойын алаңның сыртына шығып кететін сыңайлы. Бірақ қараңыздар, қандай тамаша тартыс. Ерлан Жаңалықұлының тақымының мықты екенін көрініп тұр бұл жерде. Шіркін-ай, сәл ертерек жұлып алғанда бәлкім бұл шабуыл салыммен аяқталар ма еді. Әлде кеш емес. Міне қазандықтың түбіне келді. Қазір командалық әріптесінің көмегі ауадайға жет. Бірақ қорғаныстың өте тамаша өнер көрсетіп жатқанын көріп отырмыз майлы кенттіктердің. Тіпті Серкені жұлып алуға да барын тұшынысымен кіріскен және көтерді. Сәл ғана тәжірибе жетіспейтін осы жерден Қытай Халық Республикасынан келген жігіттер байқатып қойған сыңайлы. 4-ші нөмірдегі Бағдәулет Сейдалиев қазір Серкені тартып алды. Берсең қолыңнан, бермесең жол.